Бүгін біз сіздермен кассада қалай жұмыс жасау керек, соны үйренеміз. Сізде бірінші моноблокта база ашық тұратын болады. Өзіңіздің атыңыздан кіресіз, пароліңізді жазып, одан кейін открытие смены жасайсыз. Бір рет открытие смены жасап болып, екінші рет открытие смены жасағыңыз келген кезде сізде осындай ошибка көрсетеді. Нет кассы с закрытыми сменами, яғни бізде жабық касса жоқ деген сөз. Одан кейін сразу регистрация продаж ашамыз. Осы жерге сіз товарды сканировать етіп қоса аласыз, немесе товарды поиск арқылы іздеп те табуға болады, және де через быстрые товары, яғни горячие клавиши арқылы тоже табуға болады. Осы жерге керек маечка, мелочевкаларды осы жерге қойып қоюға болады, жасап настройкасын. Одан кейін через поиск тоже сіз қоса аласыз. Поискті басасыз. Сіз осы жерге наименование товардың атын сіз жазасыз. Қысқартып жасаңыз да болады, яғни наименованиеда тұрған әріптерді жазасыз. Одан кейін сіз товарды белгілеп аласыз. Мысалға, осы халат алатын болсам, мен обязательно бұған характеристика таңдауым керек. Яғни бұл товардың характеристикасы бар, размерларымен бірге келіп тұр. Яғни товарда қарайсыз, товарда қандай размер болса, осы жерде де сол товарды сіз белгілеп аласыз. Товарды белгілеп алғаннан кейін сізде номенклатураның аты жазылады, одан кейін характеристика жазылады, количество, бағасы және общий суммасы сізде осы жерде көрсетілетін болады. Тағы да бір-екі товарды таңдап алайық. Бандана менде ол характеристикасыз. Мне характеристика не используется деп тұр, яғни бұл товар тек бір штук қана, бір түрмен ғана сатылады деген сөз. Тағы да бір-екі товар қосайын. Бейсболка. Осылай болсын. Енді бізге, мысалға, сіз сканировать етіп ұрып қойдыңыз, клиент алды да, мен осы бандананы алмаймын деді. Біз қалай жасаймыз? Сіз осы номенклатураның үстінен саусағыңызбен басып тұрасыз, сізде осылай шығады, и удалить кнопкасын басып өшірсеңіз болады. Немесе, егер клиент полностью товарды алмайтын болып кетіп қалатын болса, полностью аннулирование чека жасайсыз. Аннулирование жасағанда полностью барлық товарларын сіздің өшіп кетеді. Осы жерде да деп басасыз. Яғни, товарларды белгіледік. Мысалға, осы бейсболкадан қарап тұрсаңыз, 5 штук екен. Сіз штрих-кодты 5 рет сканировать ете аласыз, немесе редактирование строкиға басып, количествоны басасыз да, суммасын 5-ке өзгертесіз. Enter'ді басасыз, и сізде осы жерде сумма өзгереді. Немесе количествоның үстіне 2 рет басып, осы кішкентай кнопканы басқаннан кейін, сіз осы жерде таңдай аласыз. Мысалы, 2 штук алатын болса, окей деп басып, 2 штукқа общий количествосын сіз ауыстырасыз. Сіз осы жерде чекті отложить ете аласыз. Одан кейін келесі покупательді жіберіп, қайтадан продолжение жасай аласыз. Продолжение чека басасыз. Осы жерде датасымен тұрады, және де сіз оны суммасымен тауып алсаңыз болады. Осы кнопканы басасыз, немесе чектің үстінен 2 рет басаңыз болады. Оплатаны наличка арқылы қабылдай аласыз. Наличканы басасыз. Мысалға, ол сізге тұтас 20 000 теңге берді делік. Сізге 20 000 теңге берді делік. Одан кейін сізде оплатаға 14 000 теңгесіз алып қаласыз, және сдачаны 6 000 теңге қайтарасыз. Enter кнопкасын басасыз, сізде чек шығаратын болады. Енді келесі оплата бізде платежный картамен көрек, және де сложная оплата, яғни смешанный оплатаны көреміз. Товарды таңдап аламыз. Егер де сізде товарда бағасы қойылмаған болатын болса, сізде осылай ошибка шығарады. Сіз оны фотоға түсіріп, немесе администраторға айту арқылы операторлар сіздерге бағасын қойып береді. Закрыть кнопкасын басасыз. Енді басқа товарды мен таңдап алайын. Осы бандананы алайын. Банданада менде 3 штук саттым делік. 3 деп жаздым. Окей кнопкасын басамыз. Бізде 5400 теңге. Платежный картаны басып, бізге Каспий немесе халық арқылы таңдау керек болса, осы кнопканы басасыз. Осы жерде Enter кнопкасын басқан кезде, сізде терминалдан оплатаны жазып, қабылдап аласыз. Одан кейін да кнопкасын басасыз, және де Enter кнопкасын басасыз осы жерде. Бізде осында көрсетіп тұрады. Каспий немесе халықты сіз осы жерде таңдайсыз. Менде тек қана қазір вид оплаты, тек Каспий ғана тұр. Сол үшін Каспийдің жалғыз өзі шығып тұр. Егер де халық, мысалға, басқа да банктар болатын болса, оларды тоже отдельно қосуға болады. Enter кнопкасын басамыз, бізде оплата жасалды,
чек бізде шықты. Және де енді смешанная оплатаны көрейік. Бейсболка красная. Количествосын ауыстырамыз. Окей кнопкасын бастық. Немесе баспай-ақ та ауыстыра беруге болады. 5 рет сканирование жасап. Енді смешанная оплатаны қабылдаймыз. Сложная оплатаға басамыз. Ол кісі маған 7000 теңгені наличка шығаратын болса, 7000 деп мен бірінші наличканы басамын, одан кейін 7000 деп қоям. Остаток менде 3000 теңге қалды. 3000 теңгені платежный картамен төлейтін болады. Платежный картаны басамын. Enter кнопкасын басып, да деймін. Менде общий суммасы болды. Және де Enter кнопкасын тағы да басамын. Менде чек шығатын болады. Яғни сіздер біз оплатаны қабылдап болдық. Енді бізде қарасақ, возврат қалай жасалынады. Возврат кнопкасы және де ручные скидки, возврат без оснований сіздерде кассирға доступ жоқ. Яғни кассир ол нәрсені жасай алмайды өздігінен. Жасайтын кезде замена прав кнопкасын басасыз. Осы кезде администратордың қолында штрих-код болады. Карточкасы, ол кісі сканирование жасағаннан кейін барып, сізде возвратқа немесе ручные скидки, возврат без оснований сіздерде доступ ашылатын болады. Біз возвратты осы кнопка арқылы жасайтын болсақ, бізде возврат тек қана чектің основаниясында болады. Мысалға, чек бойынша ол кісі сізге платежный картамен төлеген болса, сізде оплатаны платежный картамен басуыңыз керек болады. Ақшаны да платежный картамен қайтару керек болады, чтобы касса сізде ровно шығу үшін. Немесе возврат без основания қабылдауға болады. Бұл жерде сізге келген товарды сканировать етіп аласыз, және де оплатаны өзіңіз қалағандай қылып берсеңіз болады. Наличкамен немесе платежный карта можно және сложная оплата қылып қабылдауға да болады. Одан кейін біз выемканы қалай жасаймыз? Яғни бір күн ішінде болған выемкаларды сіз каждый сумма алынып жатқан кезде жасасаңыз болады, немесе кешке общий бір күннің расходының общий суммасын алып, мысалға 4700 теңге шығатын болса, выемка денег басасыз да 4700 деп белгілейсіз. Enter кнопкасын басасыз, сізде кішкентай выемка деген қағаз шығатын болады. Сол жерге причинасын, себебін, бұл ақша не үшін алынғандығын жазып қойсаңыз болады. Және де егер кассаға ақша салатын болса, мысалға сдачаға ақша беретін болса, копейкаға ақша беретін болса, осы внесение кнопкасы арқылы қабылдайсыз. Внесение кнопкасын басасыз, сізде осы жерде документ болады, ол документті сізге бухгалтерия жібереді. Сол документті қабылдап алып, ақшасымен басасыз. Закрыть кнопкасын пока басамыз. Енді закрытие смены қалай жасаймыз? Выход кнопкасын басамыз, закрытие смены жабамыз. Закрыть смену да деп басасыз. Осы жерде сізде общий бүгінгі продажаңыз және де стороны дегеніміз бізде возврат соны көрсететін болады. Закрытие смены жабамыз. Сізде кішкене чек шығатын болады. Осы жерде выемка жазылып тұр, қанша болғандығы. Наличка бізде 16300 теңге болды. Полностью ол сумманы выемка жасады. Бізде бүгінгі продажамыз 29400 теңге болды. Выручка, яғни сол сумманы жазады. И выемка. Выемка дегеніміз сізде жасалған расходтар, мысалға наличка. Сізде расход болды 4700 теңге. Одан кейін барлық сумма кассадағы ол тоже бірге выемка жасалды. Егерде кассаға тиын қалдыратын болсаңыздар, закрытие смены басқан кезде сізде ақша выемка сұрайды. Сол кезде жазасыз сумманы, қанша сумма сіз беріп жатырсыз. Сол сумманы жазасыз. Осымен бізде кассадағы сабақ аяқталды.